Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыштар, көп бұрыштар. Бүгінгі сабақ мақсаты: осы сабақта сіздер бұрыштарды ажыратуды және көп бұрыштың түрлерін анықтауды үйренесіздер. Сабағымызды бастамас бұрын кел ойланайық айдарында логикалық тапсырманы орындайық. Бөлмедегі әр бұрышта бір мысықтан және оған қарама қарсы 3 мысықтан отырса, бөлмеде неше мысық бар? Қанеке ауызша жауап берейікші. Егер бөлменің әр бұрышында бір мысықтан, оларға қарама қарсы 3 мысықтан отырса, барлығы бөлмеде неше мысық? Дұрыс айтасыңдар, 4 мысық бар. Енді жаңа сабағымызды тыңдайық. Балалар, бұрыштар 3 түрлі болады екен. Тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш. Тік бұрыш 90 градусқа тең бұрышты айтамыз. Міне, күлгін түспен берілген бұл тік бұрыш. Яғни бұнда жан жағы тік, 90 градусқа тең. Келесі қызыл түспен берілген сүйір бұрыш. Сүйір бұрыш 90 градустан кішкентай болады. Яғни 90 градустан аз, 80, одан кейін әрі қарай төмендеп кете береді. Сүйір бұрыш өзі айтып отырғандай сүйірленіп келеді. Үшкір болады. Тік бұрышқа қарағанда кішіректеу сүйір бұрыш. Доғал бұрыш бар. Доғал бұрыш көріп отырғандай тік бұрыштан үлкен, яғни 90 градустан үлкен бұрыш доғал бұрыш деп айтамыз. Міне, бірінші көкпен берілген тік бұрыш, келесі сүйір бұрыш және доғал бұрыш. Транспортердің көмегімен сіздер анықтасаңыздар болады. Осы бұрыштардың градустарын анықтап, сүйір бұрышқа жатама, доғал бұрышқа немесе тік бұрышқа жататынын біле аламыз. Ал егер сіздерде транспортер болмаса, онда тік бұрыштың берілгені ол кәдімгі 4 бұрыш жасаған сияқты шаршыдағы бұрыштың бір түрі, жан жағы тік орналасқан. Дәптерлеріңізге салған кезде де тор көздің бойымен тік түрінде салсаңыздар, ол тік бұрышқа жатады. Ал сүйір бұрыш ол жаңағы тік бұрыштан кішірейтіп сүйірлендіресіздер. Яғни ол сүйір бұрыш болады. Доғал бұрыш керісінше тік бұрышты шалқайтасыздар артқа қарай. Сонда сіздерде үлкендеу тік бұрыштан үлкен доғал бұрыш шығады. Келесі суретке назар аударыңыздаршы, бұнда қандай бұрыштар берілген? 3 бұрыш, 5 бұрыш, 4 бұрыш, шаршы. Бұл көп бұрыштар деп аталады. Себебі бұлардың бұрыштары көп. Жаңағы алдыңғы слайдта назар аударғандай, бұнда жай ғана бұрыштар, бір ғана бұрыш берілген. Келесі бұл фигуралар, яғни пішіндер көп бұрыштан тұрады. Бұлар көп бұрыштар деп аталады. Келесі дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 9 қаңтар сынып жұмысы. Номер 2 тапсырманы орындаңыздар. Жазбаша түрде бұрыштардың суретін саласыздар, одан кейін астына қандай бұрыш түріне жатады, соны жазасыздар. Номер 3 тапсырмада суретте көрсетілген бұрыштарды сызу керексіздер. Яғни бұнда қандай бұрыштарды сызу керек? Сызғышымызды алып, 2 бұрыштың түрін сызып, астына қандай бұрыш түріне жататынын жазып қойыңыздар. Енді соңғы тапсырманы орындайық. Балалар, бұнда бірінші тапсырмада кестені толтыру керексіздер. Кестені сызып, бірінші бағанға бұрыштарды сызасыздар, келесісіне бұрыштың түрін жазасыздар. Қандай бұрыштың түріне жатады? Бұнда сіздерде жаңағы берілген 3 бұрыштың түрлері бар, және жазыңқы бұрыш деген бар. Жазыңқы бұрыш ол 180 градусқа тең, яғни тік сызық бойымен орналасқан, ол жазыңқы бұрыш. Ешқандай бұрышы сүйірі жоқ. Келесі толық бұрыш бар. Толық бұрыш ол бізде толықтай болған бұрышты айтамыз. Сіздер мұнда өздеріңізге белгілі
үш бұрыштың суретін салып, үш бұрыштың түрін анықтасаңыздар болады. Жазыңқы бұрыш пен толық бұрышты біз келесі сабақтарда әрі қарай толықтырып өтеміз. Оған әзірше тиіспей-ақ қойыңыздар. Екінші тапсырмада суреттен сүйір бұрышты, тік бұрышты, доғал бұрыш және жазыңқы бұрышты табасыздар. Онда мысалы сүйір бұрыш, мысал ретінде сүйір бұрышты тауып көрсетейін. Сүйір бұрыш бізде тік бұрыштан кішкентай, яғни 90 градустан кіші PCE. PCE сүйір бұрыш. Жазып қоясыздар. Сүйір бұрыш, сызықша PCE. Келесі сүйір бұрыш NCP. Дәл осы сияқты қалған бұрыштарды да анықтайсыздар. Үй жұмысы номер 6, номер 7, 5-ші беттегі тапсырмалар. Номер 6-да сөзді есеп, номер 7-де теңдеулерді шешесіздер. Және қосымша тапсырма сары тік бұрыш, көк сүйір бұрыш, жасыл доғал бұрыш сызып, астына атауларын жазып маған жібересіздер. Олай болса сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.